Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духи арысты торт жасайтын боламыз. Және де оның барлық қыр-сырларымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызда 5 жұмыртқа, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз ақ түске енеді, полный. Ыдысымызды төңкерген кезде біздің меренгамыз қимылдамау керек. Сонда ғана біздің массамыз дайын болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді осының үстінен жай скоростағы миксерді қосып қойып, сүтімізді құямыз. Және де пісте майымызды құйып, бәрін біркелкі араластыру үшін миксерлеп аламыз. Енді осының үстінен ұнымызды 3 бөліп салатын боламыз. Ұнымызға мен разрыхительді араластырып қойдым. Ұнымыздың барлығын салуға болмайды, біздің массамыз басылып қалады. Сол себепті астынан үстіне қарай лопаткамен жақсылап араластыратын боламыз. Астыңғы жақтарын әсіресе жақсылап көтеріп араластыруымыз керек. Түбінде ұнымыз қалып қалады. Міне біз жақсылап араластырып алдық. Енді қызып тұрған печкамызды пісіріп аламыз. Менде диаметрі 20 сантиметрлік биік торт болу үшін біз астыңғы бөлігін пісіріп жатырмыз. Менің печкамның градусы қатты қызып кететін болғандықтан осылай бөліп пісіремін. 5 корж шығады. Сіздер де егер печкаларыңыздың градуснегі дұрыс болған жағдайда осындай 2 кольцоға бөліп пісірсеңіздер болады. Міне біздің корждарымыз пісті. Бұл біздің астыңғы этаждың торттары. Үстіңгі этажды да тура солай пісіріп аласыздар. Оның диаметрі 16 сантиметр. Енді крем дайындайтын боламыз. Ыдысымызда творожный сыр және де шекер екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Өйткені творожный сыр мен шекер біркелкі араласу керек. Содан соң барып үстінен сливкимізді құятын боламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыздың астыңғы бөлігін жинаймыз. Астыңғы бөліктің подложкасы қатты болу керек. Тортымызды көтере алатындай. Подложканың астына кішкене крем жағып жібереміз. Өйткені біздің тортымыз шылшып кетпеу үшін. Бізде корждар бисквит болғандықтан міндетті түрде пропитка жасаймыз. Мендегі пропитка сүт пен шекер. Кремдерімізді жағып шығамыз. Дәл осы қалыпта торттарымызды жинап аламыз. Арасына кез келген жеміс-жидек қолдансаңыздар болады, немесе малиналық конфи қолдансаңыздар дәмі өте ерекше болып шығады.
Міне тортымызды жинап болдық. Енді холодильникке кемінде 6 сағатқа жібереміз. Үстіңгі бөліктің подложкасы жұқа болса болады. Енді осы подложкамыз тура ортасынан тесіп аламыз, өйткені біздің үстіңгі бөлік тортымыз палочкаға кіріп тұрады, жылжып кетпеу үшін. Подложкамыздың жан-жағына крем жағамыз, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Егер де сіздерде бисквиттеріңіздің ортасы көтеріліп кеткен жағдайда пышақпен кесіп тастаймыз, сонда біздің тортымыз ровно тегіс шығады. Бұл үстіңгі бөлікті де тура солай етіп, пропитка жасап, кремді жағып, тортымызды жинап шығамыз. Міне біздің тортымыз жинап болдық. Үстіңгі бөлігіне кішкене крем артылған соң жағып қойдым. Холодильникке 6 сағатқа жібереміз. Міне біздің 6 сағатымыз өтті. Енді астыңғы бөлігін сыртын қаптайтын боламыз. Менде бұл жерде кремам қатты миксерленіп қалғаннан кейін қоюланып кетті. Сол себепті жағу қиын болып жатыр. Крем тимей қалған жерлерге спатуланың көмегімен крем жағып шығамыз. Тортымыз тегістеп болдық. Енді холодильникке сала тұрамыз. Үстіңгі бөлігін қаптайтын боламыз. Міне біз тортымызды тегістеп алдық. Енді астыңғы бөлігін холодильниктен шығарып, бұл мендегі буфетажный тортқа арналған палочкалар деп аталады. Палочкаларды тура тортымызбен бірдей етіп кесіп аламыз. Ортаңғы бөліктегі палочканы сәл ұзындау қылып кесеміз. Өйткені біздің үстіңгі тортымыз осы палочкаға кіріп тұру керек. Палочкаларымыз салған кезде де үстіңгі торттан шетіне шығып кетпеу керек, соған да мән беріңіздер. Үстіңгі тортымыздың жан-жағындағы подложкаларды ровно етіп қайшымен кесіп тастаймыз. Міне біз кесіп тастадық. Енді ақырындап тортымызды кигізетін боламыз. Менде бұл жерде үстіңгі бөліктің подложкасы ортасы сәл шетке қарап тесілген сияқты, сол себепті тортым қисық болып қалды. Соған да мән беріңіздер. Ровно етіп ортасынан тесіп, сонда біздің тортымыз ортасына ровно орналасатын болады. Ал бұл бізде суреттер каналымда бар, қалай жабыстыру керектігін сол жерден көрсеңіздер болады. Бұл жазуларды мастикамен жаздым, арнайы формаға салып алып.
бетін кондуримен спиртті араластырып бояп шықтым. Крем-чизбен қапталған тортымызды үстіңгі бөлігін қойған кезде мұқият болуымыз керек, өйткені ровно қоймасаңыздар, біз тортты қайтып алып жылжыта алмаймыз. Сол себепті басында біз подложканы ортасын ровно етіп тесіп алуымыз керек. Бұл менде қойып жатқаным мастикадан арналған жасалған моншақтар, яғни формаға салынып кесіліп алынған моншақтар. Вазаны да үй жағдайында жасадым. Ол туралы да каналымда видео бар, қалай жасалу керектігі. Описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Изомальтқа қарағанда өте қолжетімді бағада жасалынады. Бұл мендегі цифралар тоже изомальтпен жасалған, арнайы формаға құйылып, сыртын кондуринмен боядым. Тортымыздың осындай шеткі бөлігін кондуринмен бояп жүрсеңіздер, әдемі ерекше сән береді тортымызға. Бұл бізде сеуіп жатқанымыз кондитерлік конфеттер. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, комментария жазып, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда тағы да көптеген рецепттердің қыр-сырымен бөлісетін боламын.